Мінсең ат, ұшсаң қанат, кисең жанат, ішсең тамақ деген. Бүгін біз театр және кино әртісі, қазіргі таңда Алматыдағы ірі қазақ театрларының бірі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Гүлнәр Сейтімбет ханымның шығармасымен таныспақпыз. 1997 жылы жарыққа шыққан Заманай фильмінен бастау алған өнер жолы қалай өрбуде? Қандай шығармашылық табыстар? Кино әлемінде қанша рөлдер сомдағаны жайлы әңгіме тарқатпақпыз. Айтпағым сол, жылқышылардың таудағы малына көз салуға шықтың ба? Атымтай, сен менен ештеңені жасырма. Екеуміз болашақта бірге өмір сүреді екенбіз. Ендеше арамызда құпия болмауға тиіс. Рас айтасың ба? Алтын. Жаным менің. О, жарық дүние! Естейсіңдер ме? Мен әке болатын болдым. Балсия, ол туса, атын Заманай деп қоям. Жарайды. О, жарық дүние! Мен әке болатын болдым. Заманай! Кинодан бос уақытында белсенді өмір салтын қалай ұстайды екен? Осы және өзге сұрақтардың жауабын кейіпкеріміздің өз аузынан еститін боласыздар. Сәлем бердік. Сәлем. Кеттік тауға, таза ауа жұтып серуендеп қайтайық. Дайынсыз ғой? Дайынмыз. Қазір мына зат салып. Тұран телеарнасының көрермендері үшін мына очкиді шешіп тастайық. Өте дұрыс. Сіздің осындай сүйкімді жүзіңізді біздің көрермендер көргісі келеді. Енді қайда барамыз дейсіз жаңа? Таза ауаға, тауға. Гүлнәр ханым, енді сіздің айтқан жеріңізбен жүреміз, басқан іздеріңізбен жүреміз дегендей, ана Заманай фильмінде көрдік сізді. Өткенде жаңа сериал шықты, Мезгілсіз махаббат деген. Мінекей. Бұл 5-ші үй, ал сізге 7-ші үй керек. Ол бізбен қатар тұр. Сізге керегі сондағы 27-ші пәтер. Рахмет. Кешіріңіз. Оқасы жоқ. Ыңғайсыздау болды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы. Өте керемет көрермендер сіз туралы көп мағлұмат білгісі келеді. Табиғатқа, демалысқа барамыз. Жанұямыздан да барамыз. Бала шағаны ертіп, немерелерді ертіп, ұлдар деген футбол ойнайды. Қыздар жүреміз әйтеуір, тамақ дайындап. Балам, тамақ ішпедің ғой. Тәбетім болмай отыр. Рахмет. Әйгерім фильмі ол бір соқыр қыз, бір мүгедек бала, аяғынан тұра алмай, коляскамен жүретін. Екеуінің махаббаты. Екеуінің махаббаты сондай бір-біріне ғашық болып, қызымыз көзіне операция жасайды, ол жігітті көреді. Жігітіміз аман есен
креслодан тұрып, аяғы жазылып, Жазылып жүріп кетеді. иә, жүріп кетеді ең соңында. Қандай рөлді сомдадыңыз ол жерде? Мен сол баланың анасын ойнаймын. Басында менің кейіпкерім баласының ана мүгедек қызбен, көзі көрмейтін қызбен қосылуына қарсы болады, иә. Анасы жоқ, онда түсінуге болады. Бұл бала мүгедек болса, аяғы жоқ, креслода отырып, аяғын жүре алмайды. Ана қыз көрмейді, екі мүгедек қосылып, қалай өмір сүреді деп, соны уайымдайды анасы. Анасында түсінуге болады енді. Анамда ойға қалай екі мүгедек қайтып өмір сүреді деп, соған бола. Құлыным, сендер бақытты болсаңдар болды. Өткенде ашумен айтқан сөздерімді кешіре ғой. Балапаным сол, құлыным сол. Қымбатты көрермен, таң атты, ғажайып, керемет. Қазір біз атқа мініп, тауға серуендеп қайтамыз. Ал оның алдында әрбір азамат жаттығу жасау керек. Соны жасаймыз. Атқа міну спорттан да артық. Жылқыларда ерекше энергетика бар. Бұл өте ақылды, сезімтал жануар. Жылқылармен қарым-қатынас өзіңізге үйлесімділік табуға көмектеседі. Тұран телеарнасының көрермендері теледидардан, кинолардан мына Гүлнар Сейтімбет актриса ханымды сіздердің телеарналарыңыздан көрсек па деген еді. Соған енді бүгін Гүлнардың белсенді өмір салтын бірге жүріп, жаттығып, табиғатта демаламыз. Солай емес пе, Гүлнар? Иә, керемет демалыс. Табиғат, дала, тау, күшті. Таза ауа жұтып қайтамыз. Қосылыңыздар, келіңіздер. Атпен жүру демалысы сіз заманауи фильмінен қалған ау деймін. Қиналдық біраз, бірақ жақсы, керемет. Таза ауада жүріп,
атпен шауып дегендей. Мен бір топ қарулы жігіттерді алып, із тастап, қыл көпірге беттедім. Қыл көпір Қытайға төтесінен түсетін қия жартасты бойлай өтетін, екі қатар сыймайтын жалғыз аяқ қылдай жол. Осы жолдан аман үстен өтсек, ар жағы жоңғар тауларын жайлаған Қытай елінің жерлері. Сол арада өз көшімізбен табыспақшы едік. Бірақ алдымыздан атымтай бастаған шекарашылар шыға қояр деп кім ойлаған? Бұл кім? Бұл мен ғой, Балзия. Сен болсаң қайтейін. Ақылға келсеңші, Балзия. Өз жерінен өзі жерген адамға дүниенің кеңдігінен не пайда? Өз жерің дейді? Менің өз жерім жоқ. Қайдағы жерді айтып тұрсың? Жер сендерде ғана бар. Жарайды, Балзия. Мен жазықты екенмін, бірақ ел жазықты емес қой. Ерден безсең де елден безбе деп өкімет аталарымыз. Сен қай елді айтып тұрсың? Мына артыңда қалған еліңді айтам. Артымда елім емес. Әкемді өлтірген жауларым қалып барады. О жақта тауда шаптық қой. Тауда аттар да құлады. Әйтеуір бәрі жақсы болды. Ат та тірі, аман. Ағам да, актерлар да аман. Атпен жүру иппотерапия, танымал емдік. Кем дегенде бір рет өзіңізді шабандоз ретінде сынап көру керек. Бұл теңдесі жоқ демалыс және фитнес-клубқа тамаша балама. Өнер жолына қалай келдіңіз? Өнер жолында Алматыға Көкшетаудан келдім. Туған жеріңіз? Көкшетау, қаладан. Сол жерде мектеп бітірдім. Мектеп қабырғасында жүргенде сол кезде ойландыңыз осы актриса болам деп? Негізі әкем юрист болсын деді. Анам наркозға түсті. Бірақ мен аяғыстан театральныйға түсіп қалдым. Бұйырғаны сол болды. Алматыға келдім. Институтқа түстім. Бірақ айтқан жоқ түскенімді. Біраздан кейін айттым. Әке, апа, мен институтқа түстім. Қайсы институтқа десім? Театральный институтқа түстім. Ол қандай институт деп таң қалатын. Сондай сюрприз болды. Сөйтіп өнерден бірақ шықтыңыз? Өнерден бірақ шықтым, иә. Ал сосын театральный институтқа Асқар Тоқпановтың курсына түстім. 4 жыл сол жерде Асқар Тоқпановтың Шәкіртісіз? Шәкіртімін. Сол кісіден дәріс алдым. Ал содан кейін Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театрында жұмыс істедім. Қанша жыл істедіңіз ол жерде? Ол жерде бір 5 жыл жұмыс істедім. Ары қарай Ауыз театрына ауыстым. Қазір Ауыз театрында жұмыс істеймін. Мына жақтан қалағандай әдемі көрінеді, күшті. Қалмауға тырысам. Қалмауға тырыс. Гүлнар ханым, сіздің артыңыздан жүріп отырамын. Атпен жүру кезінде әртүрлі бұлшықет топтары, жамбастың ішкі беті, бөкселер жаттығады. Сонымен қатар атпен жүру әдемі қалып үшін өте пайдалы. Бірақ сіз өзіңіздің жаттықтырушыңыз жануар екендігіне дайын болуыңыз керек. Көкшетауда балалық шағыңыз өтті. Аңшылыққа, балық аулауға шыққан жоқсыздар ма? Бурабайға, Зеренді, Шортанды шықтық, демалдық, керемет. 80 көлге әсіресе, Жұмбақтасқа, керемет жерлер бар. Жақсы демалатын жерлер бар. Әкеміз балық аулайтын, біз қасында жүретін. Таза ауада, табиғатта. Осы коронавирустен көп отырып қалдық. Сондай нәрсе болмасын, жақсы болсын, деніміз сау болсын, аман болайық, сау болайық. Тауға, табиғатқа шығайық.
атпен серуендөө кез келген жастағы адамдар үшін пайдалы белсенділік. Егер сіз көп қозғалмасаңыз, немесе спорт пен физикалық белсенділікке шектеулер болса, атқа міну бұл сізге өте қажет нәрсе. Атқа мінудің пайдалы екенін бәрі біледі. Бұл фитнес, салмақ жоғалту, массаж әсері, дене бітімін жақсарту, стресспен күресу, тіпті көптеген ауруларды емдеу мен алдын алуға көмектеседі. Көптеген адамдар атпен жүру қауіпті ме деп алаңдайды. Иә, жағдайлар әртүрлі, және әрқашан атқа немесе шабандозға тәуелді емес. Сондықтан басқа белсенді демалыс немесе спорт сияқты белгілі бір қаупі бар. Бірақ маған сеніңіз, бұл сіз алатын пайда мен ләззат теңізіндегі бір тамшы ғана. Міне, кинода түскен ханым камераны да ұстай алады, атқа да міне алады, темір атты да игеріп жүр, балдарын да бағып жүр, қыздарын да ұзатып жүр. 3 балам бар. 1 қыз, 2 ұл. Нарқыз, Абылайхан, Керімхан, Өншен хандар. 4 немерем бар. Жолдасыма, қызым, ұлдарыма, немерелеріме бәріне Алатау бөктерінен сәлем. Күшті тамаша. Келесі бағдарламада көретіндеріңіз. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде басталғанда, сіздерді жақсы көркен фильммен Қазақстан тәуелсіздігіне үлкен үлес қосқан екенсіздер ғой. Сол фильмге жас актрисаны іздеп жүрді, театрларды аралап, суретке түсіріп. Сол жерде мені көріп шақырды. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Гүлнар Сейтімбет ханымның шығармасымен толығырақ танысамыз. Заманай фильмінде қандай қиындықтар болды? Болашақта қандай жаңа фильмдерге түседі екен? Қандай жануарлар әлемі ұнайды екен? Бізбен бірге болыңыздар. Келіңіз.